Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ұйғыр самсасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ауызда еритін өте жұмсақ самса болып шығады. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Рецепті төменге жазып қалдырамын. Мен барлық заттарды алдын ала өлшеп алдым. Бізге қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, су, қаймақ, сары май және тұз қажет болады. Алдыменен біз ұнымыз бен сары майымызды араластырып, жақсылап крошка жасаймыз. Сары май 72%-тан жоғары болуы керек. Ұнымызды електен өткіземіз. Біркелкі етіп араластырамыз, сосын қалған заттарымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Жасалу өте оңай, әрі уақытымызды экономдайтын болады. Міне, қолға жабыспайтын қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 40 минутқа тындырып қоямыз. Оға дейін салмасын жасайтын боламыз. Мен асқабақ пен картошка, пияз салдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша фаршты да қолдансаңыздар болады. Барлығын турап аламыз. Біркелкі етіп тураймыз. Мен кубик етіп турадым. Картошканы да дәл солай 4 бұрыш еткізіп турап аламыз. Өте қатты ірі, немесе қатты майда емес, орташа көлемде тураймыз. Ең соңында пиязды турайтын боламыз. Барынша майда етіп тураймын. Барлығын салып, жақсылап, тұзын, қара бұрыш, қызыл бұрыш, дәміне қарай өздеріңіз қосатын боласыздар. Және приправа салсаңыздар да болады, самсаға арналған. Енді барлығын араластырамыз. Міне, біздің тестамыз дайын болды. Енді осыны таразымен өлшеп, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Сонда біркелкі болып шығатын болады. 50 немесе 60 еткізіп, бірді етіп бөліп алсаңыздар болады. Мен екі түрлі етіп түйіп шықтым. Біреуін осылай сәндетсем. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қаттырақ басып, ашылып кетпейтіндей етіп, басып, ішіне қарай қайырып шығатын боламыз. Енді екіншісін домалақ етіп түйемін. Сіздер қалағаныңызша форма пайдалансаңыздар болады. 3 бұрыш етіп түйсеңіздер де болады. Мен бұлысын асқабақтың формасына келтіріп, қазір сыртына жіппен сәмдейтін боламын. Бірақ оны видеода көрсетпеппін.
дәл осылай етіп қазір айналдырып жіп орап шығамын. Міне біздің барлық самсаларымыз дайын болды. Осылай екі түрлі еткізіп түйіп алдым. Енді жұмыртқаның сарысы менен бетіне әсемдесеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста піседі. Беті қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Уақыттарыңызды экономдайтын, өте жеңіл, жасалуы оңай ұйғыр самсасы ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.